Қазір әлеуметтік желіде оттайтындар мен боқтайтындар көбейді. Кеше Түркістан облысының азаматы Сарям ауданынан бүкіл қазақ еліне және керек болса біздің президентімізге тіл тигізді. Бұл азамат қазір шетелде, бұл қазақ халқы қазір бейбітшілік сақтап отырған елміз. Біздің елімізде тұрып жатқан азаматтар қазақ халқын басынбау керек. Біз момын халық емеспіз, біз байсалды халықпыз. Мәжіліс депутаты Ардақ Назаров әлеуметтік желі арқылы қазақтарды балағаттаған түркістандық жігітті жауапқа тартуды талап етті. Сондай-ақ әлеуметтік желіде қазақ елін балағаттағандарды жауапқа тартуды ұсынды. Депутаттың сөзінше, қазір әлеуметтік желіде оттайтындар мен боқтайтындар көбейіп кеткен. Еске салайық, таяуда түркістандық азамат әлеуметтік желіде аузына келгенін айтып қазақтарды балағаттаған видеосы тараған еді. Кейін дәл осы азаматтың кешірім сұраған видеосы тарады. Ассалаумағалейкум бауырлар. Барлықтарынан кешірім сұрайым. Мен Қазақстан азаматымын. Ешқашан бізде ондай болған емес. Қазақстанда ешқашан біреумен біреу ұрсып келіспеушілік болған емес. Қаншама достарым бар, қаншама таныстарым, палчандарым. Осы күнге дейін ондай жағдай болған емес. Просто байқаусызда сол кішкене не істеп келіспеушіліктер болып қалды. Шынымды айтсам, мен ондай ойым жоқ, ондай не болады деп ойламағам. Барлықтарынан кешірім сұрайым. Президенттен де барлығынан кешірім сұрайым. Бауырлар. Осы жағдайдан кейін Түркістан облыстық полиция департаменті әлеуметтік желіге мониторинг жүргізіп, аузына келген азаматтың үстінен қылмыстық іс қозғады. Бұл видео құқық қорғау органдарының назарын аударып, күдікті анықталды. Ол Түркістан облысының 28 жастағы тұрғыны болып шықты. Облыстық полиция департаментінің мәліметінше, ер адам қазір Қазақстан аумағынан тыс жерде. Қазір ол шетелде екен. Оның екі ата-анасы кеше кешірім сұрады әлеуметтік желіден. Бұлай істеуге болмайды. Ертең бұл азамат елге келген кезде оған 30 күндік қоғамдық жұмысқа шегу керек. Керек болса оның бірнеше күн бас бостандығынан айыру керек. Өйткені бұл басқаларға сабақ болу керек. Рахмет, осыны айтайын дегенмін.